Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі тақырыбымыз қонақтар әңгімесі 3-ші сабақ заманауи тұрғыдан баға беру. Яғни бүгінгі сабақтағы мақсатымыз әдеби жанр түрлерінің даму барысына, жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру. Бүгінгі сабақтың бағалау критерийлері шығарманың жанрын түсінеді, шығарманың жаңашылдығына баға береді. Сабаққа кіріспес бұрын мына сұраққа жауап беріп көрейікші. Ата-ананы сыйлау адамдардың парызы. Берілген оймен келісесіздер ме? Неліктен? Сіздер ата-ананы сыйлау адамның парызы, яғни ата-ананы сыйлау міндетті, барлық адамның міндетті борышы дегенге келісесіздер ме? Неліктен келісесіздер? Өз пікірлеріңізді білдіріңіздер. Енді негізгі бөлімге, сабағымызға кірсек, Вен диаграммасын сызып алыңыздар. Мына жерде сіздерде кесте түрінде берілген, осылай кесте түрінде сызсаңыздар да болады. Бұл әңгіменің жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беруіміз қажет. Ол үшін біз осы әңгімемен біздің қазақтың салт-дәстүрін, қазақтың ұлттық ерекшелігімен салыстыратын боламыз. Ерғабыл қарттың келіні кім және ол қандай? Ерғабыл қарттың келіні қаладан келді, Сапабектің келіншегі жұбайы Тома. Ол қандай еді, оның киім киісі қандай еді, оның мінезі қандай еді, оның тілі қандай еді, қай тілде сөйлейтін еді, баласымен қандай қарым-қатынас жасайтын еді, қонақтарға қалай қызмет ететін еді, есімізге түсіріп көрейік. Және де екінші бағанда қазақта келін қандай болу керек? Біздің салт-дәстүріміз бойынша қазақтың келіні қандай болу керек? Мысалы, қонақты қалай күту керек, баласына қалай қарым-қатынас жасау керек, киімі қандай болу керек, әдебі қандай болу керек. Ал енді осы Ерғабыл қарттың келіні қазақтың келініне тән қасиеттерді бойына сіңірген бе? Қаншалықты сәйкес келеді? Оны қазақтың келіні деп айтуға келе ме? Қалай ойлайсыздар? Осыны үндестігі деген бағанның астына жазыңыздар. Яғни осы талаптарға сәйкес келіп тұр ма, келмей тұр ма? Осыны жазамыз. Оның астына Сапабек пен Ерғабыл қартты салыстыратын боламыз. Заманауи тұрғыдан Ерғабыл қарт көненің көзі, қарт кісі, ерекең деп айтады. Ол кісі қандай еді? Ол кісі не нәрсені ойлайтын еді? Осынша жасқа жетсе де бұрынғы кездерін, қандай кездерін армандайтын еді? Қандай тіршілікті жақсы көреді? Ал Сапабек ше? Ол қонақтардың алдында қандай әңгіме айтты? Барлығы қандай әңгіме айтып жатыр? Оның қызметі қандай? Әкесінің үйіне жиналған қонақтардың арасында шетелге барғанын, олардың тіпті түсінбейтін тақырыптарын қозғап жатыр, Ал осы қалай ойлайсыздар? Осы дұрыс па, дұрыс емес пе? Ерғабыл қарттың ойы мен Сапабектің ойының үндесетін жері, екеуінің бір-бірімен келісетін жерлері бар ма? Осыны кестеге түсіріңіздер. Оқушылар, бұл Вен диаграммасын толтыруымыздың басты себебі бұл шығармадағы оқиғаларға жаңашылдық тұрғысынан, заманауи тұрғыдан баға беруіміз қажет. Бүгінгі таңда осы Тома секілді келіндер бар ма? Сапабек секілді ұлдар бар ма? Әлде олар жоқ па? Қазақтың келінінің барлығы осы біздің қазақтың келіні деген талаптарға сай ма? Жас жігіттеріміз бұрынғының жас жігіттері секілді батыр, еңбекқор, өнерлі ме? Қалай ойлайсыздар? Келесі тапсырма: ойлаудың 6 қалпағы стратегиясы бойынша ақ қалпақ тақырып туралы түсінік беру. Жалпы бұл тақырып қонақтар әңгімесі не туралы? Неліктен қонақтар деп аталды? Қалай ойлайсыздар? Қонақтар деп отырғаны кімдер? Шынымен де қонақ шақырғанда келген қонақтар ма? Әлде басқа қонақтар ма? Жылына бір-ақ рет келетін өзінің ұл-қызы, немересі ме? Қалай ойлайсыздар? Одан кейін сары түсті қалпақ, сары қалпақ, Сапабектің іс-әрекетін қолдау. Сапабектің іс-әрекеті дұрыс. Өйткені, ары қарай жалғастырыңыздар. Мүмкін өйткені ол оқу оқыды, қызмет жасады, курортқа барды.
Ал қызыл түсті қалпақ ерғабыл қарияның іс-әрекетін, өз эмоциясын жеткізу. Ерғабыл қарт қандай көңіл күйде болды? Өзінің өткен шағын, бұрынғы дәуренін, қазақы өмір салтын есіне түсіргенде қандай болды? Ал баласы немересін ауылға тастап кетпейміз деген сыңай танытқан кезінде қандай көңіл күйде болды? Қара түсті қалпақ Сапабектің іс-әрекетінің жағымсыз жақтарын айту. Яғни Сапабектің іс-әрекетінде дұрыс емес жерлері бар. Ол әкесіне мысалы жылына бір-ақ рет келеді, оны қолына алып бақпат деген секілді өздеріңіздің дәлелдеріңізді жазыңыздар. Жасыл қалпақ қарияларды ренжітпеудің қандай жолдары бар еді? Осы Сапабек өзінің қызметінде жасап, шетелге де барып, жұмысында жасап, курортқа да барып, әкесінде, қария ата-анасын да ренжітпеудің қандай жолы бар? Сіздер қандай ұсыныс ұсынар едіңіздер? Қалай тату-тәтті отбасы болуға болады заманауи жағдайда? Бұрынғының салт-дәстүрін сақтай отырып, қалай үлкен кісілерді ренжітпеуге болады? Өз пікірлеріңізді айтыңыздар. Көк қалпақ шолу шығарманы өмірмен байланыстырып қорытынды жасау. Енді осындай отбасылар бар ма? Қалай ойлайсыздар? Мысалға, үлкен кісілер, қариялар ауылдан көшкісі келмейді, ал жастар қалаға кеткісі келеді. Осылардың арасында қандай мәселе туды? Әлде осы мәселенің шешімін тауып отырған отбасылар бар ма? Жастар тек қалаға ғана ұмтылу керек пе? Әлде оның басқа да жолдары бар ма? Қалай ойлайсыздар? Өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіріңіздер. Бүгінгі сабақтың бағалау дескрипторлары шығарма жанрын түсінеді, кейіпкерлерді салыстыра алады, шығарманы талдай алады. Сіздер шығарма жанрын өте жақсы түсінесіздер деген ойдамын. Өйткені бұл әңгіме, проза жанрына жатады. Және кейіпкерлерді салыстырдыңыздар. Тома мен ерғабыл қарттың келіні Тома мен қазақ келіні және ерғабыл қарт пен Сапабек. Шығарманы талдай алдыңыздар деген ойдамын. Жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға бердіңіздер деген пікірдемін. Сіздерге ой толғаныс, ата-ананы сыйлау, адамдардың парызы тақырыбы бойынша 5 минуттық эссе жазыңыздар. 50-60 сөз болуы қажет. Өздеріңіздің дәлелдеріңізді қоса отырып, мақал-мәтелдерді, тұрақты тіркестерді, немесе тіпті өлең жолдарынан үзінді келтіре отырып, ой толғаныс, яғни шағын эссе жазыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталып қалды. Кері байланыс. Бүгін сіз үшін не маңызды болды және не қызықты болды? Сіз қандай сұрақтар бойынша нақты жауап алдыңыз? Сіз үшін бүгін не қиын болды? Сіз үшін бүгін не жеткіліксіз болды? Осы сұрақтарға жауап бере отырыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.